Талақ. Көп шыдап жатуға Айдарбектің дәті шыдамады. Зейнептің жанына барғысы, қатыдан ұрғандығына ғафу өтінгісі келді. Еңбектеп сипалап пештің қасына келді. Зейнептің басына қолы тиіп кеткенде бір түрлі бойы еріп кеткен секілді. Зейнеп ұйықтап жатыр екен. Айдарбектің келгенін сезбеді. Айдарбек құшақтамақшы, бетінен сүймекші болып жақындай бергенде Зейнеп әлденеге қалтыранып оянып кетті. Әй, бұл кім? Мен ғой, қарағым. Зейнеп басын көтеріп жан-жағына қаранды. Үй іші тастай қараңғы, дыбыс жоқ. Жалғыз-ақ Айдарбектің жүрегінің тынышсыз соққаны, ала мысықтың пеш жанында мияулағаны. Күләмзаның аяқ-қолын бауырын алып, бұйығып ұйықтап демалып жатқан естіледі. Ұйқылы көзімен Зейнеп, мұнысы несі деді. Әлде шам жағайын ба? Жоқ, жақпа. Жүр төсекке жатайық деп, Айдарбек Зейнептің мойнына қол салды. Зейнеп әлдене есіне түсіп, тітіркеніп кеткендей болды. Талақты естігелі қанша жыласа да, ескі тұрмысын сағынып ынтықса да, Айдарбек қасына келген соң ашу қайта қозды. Сол қызғылықты тұрмысты бұзатын талақты шығарған Айдарбекті лағынет айтып, оны сөккісі келді. Әрмен кет деп Айдарбектің қолын мойнынан алып тастады. Қой, қарағым, ашуыңды бас. Ашуымды басқанда қайтпекпін. Жатайық. Зейнепке таныс сөз. Зейнеп жатса, ескі тұрмысына қайтқан болады. Бұрынғы қызықты өмірді қайта көретін болады. Бірақ оған жібермейтін арада кедергі бар ғой. Зейнеп шіміркеніп кетті. Өй, бетсіз, не бетіңмен айтып отырсың? Не қылдым? Талақ қылғаның қайда? Айдарбек шошып кетті. Зейнепті ұрғанының соңынан қаншама ойласа да, ойына түспей жүрген бір нәрсе бар секілдеді. Ол осы талақ болып шықты. Талақтың түпкі мағынасын айыра білмесе де, ерлі-байлы адамға ұнамды нәрсе еместігін сезеді. Жалпы жұрттың тұрмысында бұл сирек ұшырайтын нәрсе. Қатынымен қанша араздасса да, ұрысып төбелессе де, талақ қылған ол жоқ. Олай болса, бұл талақ жөнсіз талақ. Айдарбекке мұны айттырған, еркін билеп кеткен ашу. Бірақ ашу уақытында айтылған сөздің шариғат қарауында қанша ауырлық, жеңілдігінің барын айырып білерлік Айдарбекте молдалық жоқ. Талақ жөнінен мұның бар білетіні бір-екі оқиға. Біреуі көрші ауылындағы Қасым қатынын менсінбей, Қалтайдың қатынын алмақ болып көңіл қосады. Өз қатыны айырылып біреуге тимек болады. Сонда молдалар талақсыз неке қиюға болмайды деп, ағайыншылықпен айыпты малын төлеген соң, Қалтайға да, Қасымға да қатындарын талақ қылғызады. Талақ қылған қатындар тиетін байына бара алмай, үйінде отырып 3 ай мүддетін өткізеді. Талақ жөнінен екінші білетіні Ишан Хазіреттің 3 қатыны болған екен. Кіші тоқал тентектеу болып біреумен көңіл қосып қиянат қылған соң, Хазірет ашуланып талақ қылады. Сол қатын қартайғанша байсыз отырған. Және біреулер шариғат сұрағанда Шолақ молданың да айтқаны бар. Адам өз қатынын бір рет талақ қылса, сол қатында екінші бір адам алып, ол адам талақ қылғанының артынан 3 ай мүддетін өткізген соң, бастапқы байына неке қиып алуына болады деп. Бұл әсіресе
Айдарбекке тура келеді. Шариғаттың бұйрығын істемейсін деп Айдарбек қатынын екінші біреуге қосып, ол адам талақ қылғанның артынан 3 айдан кейін барып неке қиып алу керек. Олай қылмаса, некесіз қатын ұстаған болады. Некесіз қатынның үйінің асы арам деп Шолақ молда 2 күннің бірінде қақсайды. Бірақ жастан қосылған әйелін Айдарбек неғып басқа біреуге қоспақшы? Көзі тірі тұрғанда Зейнептің басқа біреудің қойнында жатқанын көру Айдарбекке өлім емес пе? Біреуге қосу түгілі өзі жақта үйіне қалжақпас боз балалар келіп, солармен бірдеме деп ойнап күлді ме? Айдарбек жарылып кете жаздайды. Түнеу күні іңірде шай ішіп отырғанда сарбаз келіп самаурынның түбіне отырып, Зейнеп шай құйып бергенде кесені ұстай беремін деп, сарбаз абайламай Зейнептің қолын қабат ұстап қалған. Мұны аңдып отырған Айдарбек көріп қалып, сарбазды боқтап балағаттап үйден айдап шығып, Зейнепті сілейтіп тұрып ұрған болар. Ең арғысы суатқа су ала барғанда Айдарбек шомының басына шығып, көзінің қиығымен қарауылдап тұрады. Айдарбек ойдың ұшығына шыға алмайтын болды. Ойлаған сайын басы қата берді. Шариғаттың бұйрығын істесе, Зейнептен айырылмақшы. Бірақ Зейнепсіз шариғаттың Айдарбекке кедегі де не? Ойлап қорытындысында шариғаттың құрсын, қатынымнан айырылмаймын деді. Каналым ұнаса, лайк басып, пікір жаза отырыңыздар. Жалғасы келесі бөлімде.